Сәлеметсіздер ме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы организмдерді клондау тәсілдері. Клон тірі организмнің дәл генетикалық көшірмесі. Табиғатта клондар кең таралған. Бұл әрине жыныссыз көбею ұрпақтары. Онда жыныстық процесс болмағандықтан генотип те өзгермейді. Сондықтан туынды организм бастапқы организмнің дәл көшірмесі болып табылады. Клондар адамның қатысуымен де жасалады. Ол не үшін жасалады? Өсімдіктерді іріктеу мен будандастыру бойынша көп жылдық жұмыс жүргізіп жатқанын елестетіп көріңдер. Алынған барлық будандардың ішінде біреуінің гендік комбинациясы өте сәтті шықты деп есептеңдер. Бұл өсімдікті қалай көбейтуге болады? Егер будандастыру жүргізілсе, гендер рекомбинацияланады. Сондықтан оларды вегетативті жолмен көбейтеді. Көптеген мәдени сұрыптар бастапқы алынған өсімдіктердің клондары. Клонды тіпті өсімдіктің бір жасушасынан да алуға болады. Алдымен жасуша өсіріндісі өсіріледі. Содан кейін қажет гормондар арқылы әсер етіп, ұлпаларды жіктеледі. Жаңа организм қайта пайда болады. Стандарт көбеюге қарағанда бұл әдістің көмегімен мол өнім алуға болады. Болашақта біз өсімдік өнімдерін егістіктен емес, сынауықтардан алуымыз мүмкін. Бірақ жыныссыз көбеюге қабілетсіз организмдердің клондарын қалай аламыз? Бұл да мүмкін. Мұндай құбылыстар тіпті табиғатта да кездеседі. Бұл монозиготалы егіздер. Бір зиготадан бірнеше организм дамиды. Сонымен қатар, ол организмдер бір-бірінің генетикалық көшірмесі. Бұл құбылыс егіздер әдісінің пайда болуына мүмкіндік берді. Организмдерді жасанды клондау идеясы пайда болды. Теория жүзінде ол қарапайым. Егер зиготаның өз ядросын алып тастап, оның орнына дене жасушасының ядросын ауыстырса, одан дамитын организм донорлық дене жасушасының клоны дәл генетикалық көшірмесі болады. Оны жүзеге асыру бірде мүмкін бола қойған жоқ. 60-шы жылдары амфибияларды клондау бойынша тәжірибелер жүргізілді. 1996 жылы британдық ғалымдар тобы Иэн Уилмиттің жетекшілігімен биология саласында үлкен жетістікке қол жеткізді. Олар ядроны ауыстыру әдісінің көмегімен қойды клондады. Клондаудың маңызы. Клондау жойылып бара жатқан жануарлардың санын арттыруға көмектеседі. Өз санын қалпына келтіре алмайтын, жойылуға жақын популяцияны құрып кетуден сақтайды. Клондау тура мағынада жойылып кеткен түрлерді қайта тірілтуге мүмкіндік береді. Егер ол организмдердің жасуша ядроларының үлгісі сақталса, ол мүмкін болады. Жаңа организмдерді тұтастай өсіру міндетті емес. Жеке мүшелерді өсіріп, оларды зақымдалған мүшелерден алмастыру үшін қолдануға болады. Адамның бүйрегі істемей қалды делік. Оның бір жасушасын алып жаңа бүйрек өсіреді. Оны трансляциялағанда организм қабылдамай қоймайды, себебі онда бөгде нәруыздар болмайды. Практика жүзінде кез келген кейбір мәселелер туындауы мүмкін. Ол әдістердің жетілдірілмегендігі, білімнің жеткіліксіздігі, жасушаларда ядроның жіктелуі болуы мүмкін. Мүшелерді клондаудың болашағы зор. Осы әдіске сүйеніп, көптеген науқастарды емдеуге болады. Бұл сала әлі де көптеген зерттеулерді қажет етеді. Назарларыңызға рахмет.